Он саусағынан өнер тамған Рада Берденқызы қол өнердің хас шебері. Түрлі матадан тігін тігу, тоқыма тоқу оның сүйіктісі. Бала кезінен анасының жанында тігіншілікке қызыққанымен оның қолынан тоқыма тоқу келмеген, бірақ уақыт өте келе қол өнердің бұл түрін өз ынтасымен жетік меңгеріп алғанын айтады. Нағашы тәтемнің шылық тоқып үйреткені болатын оқушы кезінде, бала күнімде. Бірақ өкшеге келгенде сол қиналып, мен алып кете алмадым, оны үйрене алмадым. Сонымен қалды, одан кейін мүлде ұстаған емеспін. Мектепте де үйретеді ғой, еңбек сабағында. Сол кезде де тоқи алмадым, крючокты ұстай алмадым. Сонымен мен тұрмысқа шыққаннан кейін, бірінші қызым, тұңғыш қызымды босанғаннан кейін үйде отырдым баламен. Мен енем тоқыды, сосын сол енем тоққанына қарап қызығушылық білдіріп, мен де үйрене бастадым енемнен жаймен деп. Әрі қарай уже интернет желісінен қарап, өз бетімше үйрендім. Рада Далабаева 3 баланың анасы. Негізгі оқыған мамандығы басқа болғанымен, бүгінде тігіншілікті кәсіпке айналдырып, үйде отырып табыс табуда. Маған дәл қазіргі уақытта 6 айлық сәбиге қалпақ тоқуға заказ түсті, тапсырыс түсті. Ол үшін мен ең бірінші баланың басының өлшемін аламын. Сол өлшем бойынша машинкада тоқып, заказ берушінің айтқан жібімен тоқып, содан есебін шығарып аламын. Сосын барып, осы инелеріме іліп, тоқып бастаймын. Машинамен тоқу өте жеңіл әрі оңай. Көп уақытты қажет етпейді. Осылай мен өзіме керекті өлшемді жүріп аламын да, екі жағынан құлақ шығарамын. Кішкентай сәбилерге құлақ жабық тұру үшін. Сосын екі шетіне бау тоқып, қалпағымды қосып тігемін. 1 сағаттық жұмыс 1 сағатта бітеді. Бүгінде кәсіп ашамын деген азаматқа мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдау да зор. Сан мәрте сараланған тиімді бизнес жобаға мемлекет несие немесе грант бөлуге дайын. Біздің кейіпкеріміз де мына тігін тоқыма машиналарын еңбек бағдарламасы арқылы алғанын айтады. 2015 жылдан бері осы кәсіп түрімен айналысып келемін. Бірақ нақты саудамен күшті жүріп айналысқан уақытым ол кешегі 20 жыл. 20 жылда менің жолдасым көркем еңбек пәнінен мұғалім, өзі осы мемлекетте осындай бағдарламалар бар екен деп маған ойын білдірді, ұсыныс тастады. Осыған қатысып көрсең қалай болады, өзің икемің бар деп, сонымен сол бағдарлама бойынша барып, тігін еңбек бағдарламасы болу керек 2017-2021 деген. Сонымен тігін саласын 3 ай Мақсат шеберханасында оқып, білім алдым. Содан грант алып, 200 МРП грантын алып, машиналар алдым. Шебер қаражатқа алынған құрылғылары арқылы бүгінгі таңда аймақ тұрғындарының сұранысын қанағаттандырып отыр. Дегенмен бүгінде кәсібің өрге басу үшін заман ағымынан қалмай ілесіп отыруың қажет. Мәселен, ісмер шартарапты шарпыған індет кезінде аса сұранысқа ие болған бетперде жасауды да қолға алған. Бұл бетперделерді тігу өте қиын емес. Матаға дайын лекаламыз бар өзіміздің, сонымен пішіп, резинкасында базарда сатылады қолжетімді. Тігу жолы да оңай өте. Бір тіккенде бетпердені 20-30 тігуге тырысам, өткені өте оңай тігіледі, жеңіл тігіледі. Мен осы тоқымамен бірге қазіргі уақыттың ең қажетті құралымыздың біріне айналды ғой. Сол маска тігем, маска тапсырыс қабылдаймын. Мектептерден, емханалардан.
Иә, кәсібін нәсібім деп өз мүмкіндігін пайдаланып, құрақ құрауды да, тоқыма тоқуды да жетік меңгерген шебер бүгінде кәсібін әрі қарай жетілдіруді мақсат тұтып отыр. Менің алдағы жоспарым осы мемлекеттің беріп отқан бағдарламасының аясында 5 миллион, 3 миллион гранттарға қатысып, үлкен автоматтандырылған тоқыма машиналарын алғым келеді, цех ашқым келеді. Өйткені ол кәсіп бізде дамымаған. Осы Қызылорда қаласында тоқыма өнеркәсібі онша дамымаған. Соны өзім бағым сынап көргім келеді. Еңбектің көзін тапқан адам байлықтың өзін табатыны сөзсіз. Табан ақы, маңдай тердің өтеуі тек адал еңбек арқылы ғана өтелмек. Кәсіп болмай нәсіп болмас деген осы.